Қайырлы күн достар, біз бүгін Шыңғыс Айтматовтың шығармасынан үзінді Мәңгүрт фильмін тамашаладық. Онда тұтқынға түскен әрбір адамның шашын тықырлап алып тастап, түйенің жүнінен кепеш атты бас киім кигізген. Тұтқынның басына кепеш кигізгеннен кейін 5 күн ассыз, сусыз шөл далада қалдырған. Шаш 5 күнде 5 миллиметрге өсіп, адамның миын зақымдауға жеткілікті. Мәңгүрттену кезеңінен өткеннен кейін тірі қалған адам мәңгүрт болып қалады. Мәңгүрт фильмі өте аянышты екен. Қожайыны не қаласа, мәңгүрт соны істейді. Қожайындары мәңгүртке басындағы кепешті шешем деп қорқытады. Еламанның басындағы терісі қысып, Еламан өзінің кім және қайда екенін ұмытып, мәңгүрт болып қалады. Фильм соңында Найман ана өзінің мәңгүрт болған баласын іздеп табады. Мәңгүрт болған Еламан өз анасын танымағандықтан атып өлтіреді. Мәңгүрт фильмін көруге кеңес беремін. Мәңгүрт фильмі өте аянышты болғандықтан, Аңшақ қыз Бибігүл мультфильмін тамашаладық.